Егіз жүрек. 8 бөлім. Түн, тау бөктері. Мерген шытырлап жанған отқа қарап ойланып отыр. Әйгерім теріс қарап жатыр. Қасындағы кісі астына тоқымын төсеп, шапанын жамылуға берген. Ұйықтаған кейіп танытқанмен, бұл да ояу. Оны мерген де сезді. Әлгі жігітің қайдан келіп еді? Біздің жақтан не істеп жүрді? Қаладан келген, жетім, жаңа үкіметтің адамы. Большевик пе? Комсомол. Мерген кебі бұтақты шытырлата сындырып отқа тастады. Большевигі де, комсомолы да бір шайтан. Азғындаған иттер. Сені азғырған сол екен ғой. Иттің күшігі, түсінікті. Қыз үндемеді. Теріс қарап бүрісіп жатыр. Ойы басқада. Абзал қайдасың? Шынымен де ит құсқа жем болып, айдалада сүйегің шашылып қалды екен. Тірі болсаң бір хабарың жететін уақыт болды. Мына кісі де жұмбақтап ештеңе айтпайды. Абзалды айтқанда бір нәрсе білетіндей болып тұрады. Оның жоғалғанына көп таңғала қойған жоқ. Абзалды кісі киікті іздеді емес пе? Бір тапса сол табар еді. Мың сан оймен арпалысқан қыз ту сыртынан біреу қапсыра құшақтағанда селк етті. Бұлқынып шықпақ болған. Шамасы жетер емес. Жемтігін бүрген қырандай бүктеп барады. Қоянның көжегінде болып бүрісіп, шарасыз тыпырлай берді. Айғайлап үлгерді. Соның арасынша күректей қолдар аузын жауып тұншыға бастады. Ентіккен даусынан үлбіреген тамағына қадалған тікенді сақалынан зорлықшының мерген екенін сезді. Оған қарсы енді ештеңе істей алмас. Тау ішінде екеуі ғана. Ешкім бұған араша түсе алмайды. Әйгерім тағдырының бұл сынына да мойынсынғандай. Қарсыласпай сұлық түскен. Осы сәтте тау күңіреніп қоя берді. Сонау құз басынан қазандай тастар төменге домалап, ағаш басында қалғыған құстар дүр етіп көкке көтеріліп, азан-қазан болып кетті. Мерген де Әйгерімді жайына қалдырып, жанталас мылтығына жүгірген. Жоғарыдан біреу қарқылдап күлгендей болды. Адамның даусы ма, айуанның үні ме ажырату қиын. Тау іші бірер сәт сол күлкіні қайталап, жаңғырып тұрды. Батырға да жан керек. Мерген анадайда дір-дір етіп қорқыныштан тілі байланып тұрған Әйгерімге ақырып жіберді. Тез жинал, түнделетіп арғы бетке өтіп кетеміз. Мына жерді шайтан жайлаған. Бол деймін, тез. Қыз мінгестірген салт атты қараңғылық құшағына еніп, көрінбей кеткенде қыз жақтан тағы да жаңғырық естілді. Бұл жолы жылаған дауыс жаңғырды. Ол тағдырынан алынған, Әйгерімді зорлықтан аман алып қалса да, жанында қалдыра алмағанына күйінген кісі кейік еді.